Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен келесі шығаратын есебіміз мынау үш бұрыш берілген тік бұрышты үш бұрыш. Осы тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы с табу керек, с-ны табу керек. Берілгені а және б катет беріледі. Бұл үш бұрыштың қабырғалары ұзындық, ұзындық ол ақпарат. Ақпараттың өлшем бірлігі мынау санмен беріледі. Санмен айтқан кезде өлшем бірлігінің мәні санмен беріледі. Сондықтан біз бұл а және б айнымалысын және с айнымалысында сан деп береміз. Енді түбірастан шыққан сан, оның бөлшек сан болуы ықтималдығы жоғары, сондықтан біз оны дабл типті деп аламыз. Дабл немесе десимал тип деп алуға болады. Visual Studio'ны запускать етеміз. Мына жерде create new project-тен, егер сізде Visual Studio'ның ескі нұсқасы болса, мына жақта бұрышта файл создать проект деген болады. Сол жерден файл создать новый проект деп ашасыздар. C# Windows консоль деп таңдайсыздар. Мына жерде C# Windows и мына жақта консольный приложение жазамыз. .NET фреймворкты бассақ болады. Екеуінің бір разница жоқ негізі. Есептің атын, программаның атын негізі сол есептің атына ұқсап не аламыз. Гипотенуза. Мына жерде негізі локейшнді өзгертуіміз керек еді, стандартный неге расположениеға. My документтердің ішіне біз C# Projects деген папка ашқан едік, сол жаққа өзгерту керек еді директориясын. Main ішіне жазамыз. Біздің мынау A және B-ны біз integer деп алсақ та болады, бірақ C-ның типін біз decimal деп алуымыз керек. Decimal немесе double integer, мысалы A және B деп алуға болады, және double типті C деген айнымалыны алсақ болады. Енді осы A-мыз тең болады консольдан readline-мен оқимыз консольдан, және оны біз оқыған кезде ол string типті ғой. String типті деп оқылады, сондықтан біз мұны конверт жасауымыз керек. Into C-ке жақшаның ішіне соны көшіріп қоямыз. Енді Ctrl-D-ны бассаңыздар, мынандай көшіре беруге болады да, Ctrl-Z-пен обратно. Біз мына A-ны енді B-ның мәнінде соған тең деп алуымыз керек. Одан кейін мына жақта C тең болады maz по емес, біз түбірасынан алу үшін SQRT деген нені қолданамыз. SQRT A көбейтілген A плюс B көбейтілген B. Негізі A квадрат плюс B квадрат қоймына формулада. Енді A квадратты біз қалай жазатын едік? Бұны біз maz по A-ның 2 дәрежесі деп жазамыз. Бұны да туры солай. Maz по жақшаны ашамыз да. B-ның үтір 2 дәрежесі деп жазамыз. Үтір нүктемен аяқтаймыз. Енді осыны консоль write экранға жаз дейміз. Write, соның ішінде біздің S-мыз тең, плюс осы S-ның мәнін қоямыз мына жерге. Есепті шығарамыз, запускать етеміз. Мынау қазір орындалып бірден өшіп қалады, сол бірден өшіп қалмас үшін мына жерге консоль read key-ді қоямыз. Ctrl-S-пен сақтай саламыз да. Енді мына жерде мынандай бір мәселе бар. Қазір программа, мынау қазір readline, бірінші readline тұр, 5-ті басып, мысалға Enter-ді басамыз. Сосын 3-ті басып, Enter-ді басамыз. Біз қай кезде 3-ті, қай кезде 5-ті енгізіп атқанымыз шамалы түсініксіз. Сол үшін мына жаққа алдына бүйтсек. Мына A-ның алдына A тең десек. Осыны көшіріп алып, және B-ның алдына да мына жерге B тең деп экранға шығарсақ. Line-ды алып тастау керек еді негізінен. 3, A-мыз, B-мыз 4. Мынау асты-астына жазылып қалды. Тұсына жазылу үшін line-ды алып тастауымыз керек біз қазір. Line-ды алып тастаймыз. Line-ды алып тастаймыз. Осылай строка код жазған кезде әрбір строка қандай қызмет атқарады, қай жерін өзгертіп жібереді, сол нәрсені жақсылап аңғару үшін осылай постепенно жасасақ, 4 енді әдемі түсте. Әзірге есеп шықты. Міне қазір A тең дегеніміз, мынау A тең деген нәрсе бұл мынамен шығып тұр қазір. Мынамен шығып тұр экранға. Сосын 4-ті енгізіп, оны readline-мен оқыдық тағыны,
ол string типті 4-ті санға айналдырып аға жаздық. Одан кейін мынау b дегеніміз, b тең деген нәрсе ол мынамен шықты экранға console write-line арқылы, 3 деген кезде ол сол 3-ті мына readline-мен оқыды дағыны интеджерге айналдырып b-ға меншіктеп жерді. Одан кейін мына жерде сол a-ның квадраты мен b-ның квадратын қосып түбір астына алып s-ға меншіктеп, мына жақта c тең деген сөз мынадан шықты, және оның мәні, s-ның мәні мына жақта түбір астынан шыққандағы мәні ол 5-ке тең, соны қосып жаздым жерге. Әзірге жақсы есеп шықты, сау болып тұрыңыздар.